Бүгін жалпы біз Free Fire'дан жалпы Индия регионы саяхатшылап жалпы бізден о регионның жалпы қандай айырмашылықтары барын көретін боламыз. Және де видео басталмастан бұрын маған тіркелуіне осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы болады. Сенде дәл осы болады сияқты жеңімпаз атан келсе, осы видеоны мұқият қарап отырып өткенде видеоның кез келген жерінде құпия сызбада соны тауып мен жалпы керемет кез келген соткаға жалпы настройканы алсаң болады. Ал енді жалпы біз Индия регионына кіру үшін әуелі настройка кіреміз. Аккаунт базы дәл осы жерден тек осы тілді таңдаймыз да. Әрине аккаунттан выйти деп шығып түгелімен тазалап кіретін боламыз. Так, бізде чек жүзі так міне нәжелі Free Fire тауып алдық. Ал қайтадан ойынға кіріп жатыр. Әуелі ең ескеретін жайттардың бірі жалпы бізде Free Fire'дан жалпы бұрын соңғы тіркелмеген бір Google аккаунт ол міндетті ең маңызды нәрселердің бірі сол жалпы сол. Міне осы жерде міне бізге жалпы тіліміз өзгеріпті. Ал енді бір Google аккаунтымызды тауып алайық. Әдеттегідей бір біз Google аккаунт міне мен дайындап қойдым Google аккаунтты. Так, бізде кірік, так, жүзі бізде новыйдың аккаунт. Міне бәсе бізде Free Fire'ға жалпы тіркелмеген аккаунт екен, рандом ник, так, EARL дейін бізде бір ник қойып қойыпты. Так, ID берді. Так, мына жерде ветеран, біз бұл ойынды білеміз жалпы қалай ойнау керегі екен. Ең басы міне ең ескеретін жалпы жайттардың бірі әрине біз екіншісін таңдайтын боламыз. Ал үшінші, төртінші жалпы не екенін жалпы алдағы видеоларда айтып беремін. Сол үшін жалпы давайте тіркеліп лайк басып кетейік. Так, бізде так міне біз таңдалды. Чөзі көрейік. Ал мына жақта жалпы Индия регионында жалпы қандай заттар бар екен көреміз. Так, чөзі бізге бір заттар беріп жатыр ғой, керек емес заттар. Давайте видеоны мұқият қарап отырайық. Давайте өткен видеоның кескен жерде құпиясыз болып қалуы мүмкін. Ең әуелі ашамыз, әрине бізге чөзі заты. Мына беретін күні бар екен ғой, парашют. Чөзі бізге жалпы парашюттан басқа беретін күні бар екен ғой, мына Кореяның. Чөзі мен түсінбедім. Давайте, бұл жер бізге маңызды емес, келесі бізге мынандай жалпы заттарды ұсынып жатыр екен. Біз сонда 1030 алмазға мына же мына кулактарды, мына кулакты либо мынаны. Яғни, короче, осы жерден жалпы 4 заттың бірін алып кетсек болады екен, бірақ оны жерде қарап отырғандай мынау заттардың пайды бізге екі кулактан басқа заттардың ондай жалпы қатты керегі жоқты сізде болады. Ал енді же так біз келесін көрейік. Бізге осы жерден мынандай жалпы зат шығыпты. Бізге қарап отырсақ, негізі бұл регионда көп нәрсе бізге өте қатты ұқсайды екен, бірақ біз сонда да не бар екенін түгелмен қарап шығатын боламыз. Так, бізге мына набор дейді. Так, бізде бұл бар. Бізге де пайде озынетқа шыққан болатын 9 алмазға. Так, бұл не құрсын. Так, чөзі мұнаяққа мынандай шығыпты. Бізден бізде алғашқы призде. Так, мына наборды жалпы 225, 223-нің қад еще мынандай сигнал көтсек болды. Так, мыналарды так біз чөзі. Біз егерде мына наборды алатын болсақ, мына наборды 225-ке. Мыналарды бізге итакта береді. Сонда қарап отырсақ, мына 120-ға екеуін қосамыз, 220, мына қосамыз. Сонда біз мына үшеуін 300 алмазға аламыз. Әлі набормен қосып үшешінде так мындай маскалар бар. Соны біз 225 алмазға аламыз. Чөзі Кореяның топастау логикасы ма? Қалай мен түсінбедім. Так, мынандай жалпы зат бар екен. Так, чөзі мынандай зат бар екен. Мынандай жалпы бұл заттар енді обменниктер бізге маңызды емес енді бұл заттар. Ал бізге келесі чөзі мынандай эмоция шықты. Так, мына екеуін алып тастаймыз. 9 алмазға. Так, бүйт Хайяра Роппи ча дей ма? Осы затты осайнан Хайяра Роппи деген сөз бар. Мен соны түсінбедім. Не мағына оны? Давайте, жігіттер қыздар, егердесіңдер осы сөздің жалпы мағынасы қалай шығу тегі дей ма, қалай дейдіошым. Соны білетін болсаңдар, давайте осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпайық. Маған өткен қызық қоп тұр жалпы бұл сөздің жалпы мағынасы не екені. Так, бізде чөзі зіт.
мынандай жалпы инкубатордағы бумажный инкубатордағы оружиелердің скиндерін осыяқ қойып қойыпты. Яғни мен бұны білем. Бұл жерде бізде мына UMP өте жалпы мықты UMP-лардың бірі. Чөзі гроза мұны. Емі. Мынандай грозаның түрі бар ма не? Так бүйтетті, короче, қолына ұстап алған, так бүйт чөзіні грозамен. Сонда мынау склет, короче, грозамен өзі атысқысы кеп тұрмай, мен түсінмедім. Короче, мынандай төрт түрі грозаның пайде бірі главный персонаж, сонда мен түсінмедім. Мынау бірінші түрі керек та, бірақ мынау бірінші тұрысында не болсына, қалай ол? Мыналар бірдей. Негізі пайде ең мықты гроза мынау. Одан кейін мынау тұғын. Ал мынау қаяқтан қосылған мен түсінбедім. Вообще инкубаторға ешқандай қатысы жоқ. Гарена қуады екен ғой мына жақта, иә? Ал бізде келесі әдеттегідей осындай эволюция әр түр екен, небәрі 80% скидкамен. Сонда біз 11 попитканы небәрі 40-ға қалмазға ойлап қараңдаш. Бір попитканы 4 алмазға 10 попитканы 11 попитка оны бір попитка қосып береді. Сонымен жалпы 11 попитканы 80 алмазға ашып. Бізде пайда негізі көбінесе бастапқы бір 10 рет ашқаннан осы жалпы заттардың түсіп кетеді. Негізіне былай қарап тұрсақ, сонда біз осы жерде 40 алмазға небәрі ойлап қараңдаш, бір эволюцияны алып кетеміз ғой. Ойлаңдаш, әдемі жалпы. Так, бұл спастарды біз білеміз, ішіндегі заттары дәл біздің региондағыдай. Мына жеріміз бесплатно біткеді аша саламыз, әрине бізге бір жарым зат түседі. Так, мына заттардың барлығы чөзі біздің регионмен бірдей ғой. Индия қандай өзгешелік бар жалпы сенде бұл біздің регионы. Ондай қатты өзгешелік жоқ сияқты ғой негізі. Ал енді біз магазинге кіреміз. Магазинде не бар? Мына заттардың барлығы біз білеміз. Бұл бізге қызық емес. Ал так, мына жабының заттардан так, мынандай жалпы магазинде наборлары бар екен. Егерде мен байқамай қалсам, осы набор жалпы бізде магазинде жоқ деп жаза кетсін. Өйткені мен жалпы есен регионда магазиндегі қандай заттар бар екенін, жалпы қандай заттар ауысатқан екен білмейді екен. Мынандай набор бар екен ғой. Емі. Сен жарғана шығып тұрады екен. Бізде жалпы бар ма бұл зат біздің регионда? Мен білмейді екен бұл затты. Так, бас киімдерден көрейік. Чөзі прическа мұной. Мынандай түрі де бар екен еще оның. Мынандай қызға әдейін прическаның түрі бар екен. Так, мұна біз білеміз. Мұна жалпы қыздардың барлығы кетесі де болады біздің регионда. Так. Емі, чөзі маска мұнау. Үржиіп тұрма, қалай иттің маскасы ма, мен түсінбедім. Келесі гримдерден жалпы қарап отырсақ, егерде біздің регион емес, жалпы осы регионға жақында алдағы уақытта қосылған осы 4 жалпы гримнің түрі екен. Чөзі не бас кешінеме ма не? Не бәсе? Не? Ауыспай ма не? Давайте мақұл жарайды. Ал бізге келесі киімдерінде дәл осы 4 түрі қосқан екен. Ал бізге баяғыда қосылған тұғын именно бұл киімдер. Сонда бұл жақтың жалпы магазині біздің жалпы SNG-ның магазиндері мықтырақ көп тұрғы. Ал штаниларда не бар екен? Дәл жаңағылардың штанилары бізде де бар ғой. Мұна заттар мен түсінбедім чөзі. Бірақ бізде пайда мұна штания жоқ. Бұл біздің жалпы регионда тек олттарда ғана болу керек. Ал егерде біздің магазин жалпы жаңаштан байқаған болсаңдар, давайте осы видеоның комментариясына жаза кетіңізші, егерде білетін болсаңдар, бізде ол штаны жалпы бар ма, жоқ па. Ал мына жақта жалпы әр зат жалпы сатылымға шыққан екен. Бізде қателеспесем бұның барлығы күнде, даже мынау зат бізде жоқ болу керек. Мыналарды бізге 7 күн либо 3 күнге берген екен. Ал эмоцияларына чөзі, мынандай жалпы эмоциялардың түрлері бар екен. Бізде жалпы қандай эмоциялар? Так, мынандай эмоция пайда. Бізде мына жерде қарап отырсақ, так, біздің регионда жоқ эмоциялардың жалпы түрлері бар сияқты. Өткен мен ішінде кейбіреулерін байқамам. Өткен мына эмоцияның жалпы олд эмоция, мынау да олд эмоция, мынау да олд эмоция, мынау угроза дегенде олд эмоция, провокация дегенде олд эмоция. Сонда мына жаққа жалпы мен түсінбедім, олд эмоцияларды магазинге қосып сала ма? Сонда қалай біздің регионға бұндай заттарды негізі қоспаған кітаптың жалпы 5 түрі бар екен. Так, скайджеттерден біз білеміз. Так, чөзі рюкзак мұны. Бірінші, екінші, үшінші. Египетский рюкзак ішіне какой-то бір чеголды салып жүрген ба? Сонда мен қалай түсінбедім. Мынандай рюкзак түрі екен.
Жалпы екі рюкзактың түрі әдемі. Мен мына жапынан рюкзактар чөзі FF-тің рюкзагы мынау қалай. Бұлай тұрады екен. Короче, мына үш рюкзак маған ұнады жалпы. Мына улбоксына түрі. Так, мына чөзі мына чөзі қандай. Мынау қандай улбоксы. Ішінде жалпы пистолеттер жатты деген ба, сонда қалай мынау? Чөзі логика мынау. Тауықты бүйтіп ұстапта деген кәдімгі тауықты қинап тұршы кәдімгідей улсыны ұстау улбокс. Короче, мына екі улбокс жалпы прикольный улбокс екен, Ал даскалардан бұл даскаларды білеміз жалпы. Парашюттардан маңызы жоқ. Чөзі мото мынау. Мынау қандай мото мен түсінбедім. Біздің регионда давайте, жігіттер қыздар, біздің регионда босы мото бар ма жоқ па жаза екен, мен что-то білмей тұрмын мына. Так, мультиватаркалар біз білеміз бұлардың барлығын. Так, ендеше магический кубта не бар екен көрейік. Так, магический кубта так, осындай жалпы заттар бар екен. Чөзі бізден қандай ерекшелігі бар? Мына заттардың пайды барлығы бізде бар. Так, мынасында пайды бандит алып тастаған екен. Қызыл жетонда жалпы не заттар бар екен. Дәл біздікінде онан қызыл жетондар ойлап қараңдаршы. Дәл бізде осы заттарда дәл біздікінде екен. Ал ендеше давайте осы видеоның жалпы кез келген жеріне құпия сөз тапқан болсаң, ендеше осы видеоның комментариясына құпия сөз жаз және оның астына өзінің жалпы телефонын жазуды ұмытпа. Мен соған байланысты сендерге өте кереметті жалпы настройканы беретін боламын. Ал ендеше жалпы қарап отқанда видеоны енді соңына дейін көрген болсаңдар, жалпы осы жалпы видеода негізінде Индия регионы жалпы СНГ регионы қандай айырмашылықтар бар? Негізінде Индия регион мықтырақ па әлде СНГ регион мықтырақ па? Соны жалпы айтты, осы видеоны жалпы комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Соған байланысты біз көрейік кімдердің жалпы пікірлері мықтырақ болады, Индия ма әлде СНГ ма? Ал ендеше осы видеоны давайте достармен бөлісуді ұмытпаңдар. Оларда жалпы Индия регионында қазіргі уақытта қандай заттар немесе қандай өзгерістер болатқанын біле жүрсін.